Баршаңызға сәлем, құрметті менің көрермендерім. Сіздермен Каусар. Бүгінгі жаңа әрі пайдалы видеома қош келдіңіз. Бүгін сіздермен баланы бесікке бөлудің пайдасы жайында бөлісетін боламын және нәрестені бесікке қалай дұрыс бөлу керек екенін көрсететін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Бесік бұл нәрестені бөлуге арналған ағаш арнайы жасауы көрпешесі бар төсек. Бесікті тек қазақтар ғана емес, жалпы түркі халықтары, орталық Азия мен Кавказ, Үндістан, Қытай жерін мекендейтін халықтардың басым көпшілігі пайдаланады. Бесіктің сәбиге пайдасы. Біріншіден, қол-аяғын ербеңдетіп бос жатқан сәбидің ұйқысы тыныш болмайды, сөйтіп ұйқысы қанбаған баланың зердесі толық жетілмейді. Мысалы, баланың қолы бос жатса, кішкентай ғана дыбысқа шошып кетіп, қол-аяғының қозғалысынан оянып кетеді. Екіншіден, баланың мазасыздығы ананың психологиясына әсер етеді. Бұндай жайсыздық сүт арқылы сәбиге беріледі. Сондықтан бесікке жатпаған немесе құнтақталмаған бала болашақта сабырсыздау болады. Үшіншіден, сәбидің тұла бойы таза болып, тазалыққа бой үйренеді. Денесіне дымқыл, сыз дарымайды, құрғақ жатады, сырттан келетін кері энергия мен шаң-тозаңнан сақтайды. Төртіншіден, бесік белгілі бір ырғақпен ғана тербетілгендіктен баланың жүйкесі бір жиі тәртіпке түседі. Бесіншіден, бесіктегі балаға бесік жыры ана әлдей айтылады. Өнегемен, тәрбиемен өрілген өлең жолдары сәбидің бойына көркем мінез, ұлттық қасиет, жомарттық пен жанашырлық сынды жақсы қасиеттерді дарытады. Баланы бесікке бөлеуді білмейтін жас ана болдық. Бірақ уақыт өте келе аналарымыздан, әжелерімізден баланы дұрыс бесікке салу тәртібін үйрендім. Және балада дисплазия секілді түрлі мәселелер болмас үшін қалай дұрыс бөлеу керек екенін сіздермен бөліскелі отырмын. Себебі көптеген ана баланы бесікке дұрыс бөлемей, баланың аяқ буындарына, сүйектеріне зақым келтіріп жатады. Ең алдымен бесіктің ең астыңғы тесігіне түбегін қойып, көрпешелерін балаға жайлы етіп жайғастырып аламыз. Түбек бұл баланың зәрі жиналатын кішкентай горшогы. Көрпелерді барынша тегіс етіп жайғастыру керек. Бұл менің тұңғыш ұлымнан қалған бесік. Және жасауын да өзгертпедім. Байқап тұрғандарыңыздай, көрпешелері беті жасыл, асты ақ. Жасыл беті велюр матасы ыстық тартады деп астына айналдырып төседім. Себебі ақ матасы ХБ болғандықтан ыстық тартпайды. Келесі бізде пеленкалары, бесікке төсейтін пеленкалар міндетті түрде мақталы матадан жасалған жұқа болуы керек. Ол пеленкада бала өзін жайлы сезіну үшін таза, гипоаллергенді болғаны дұрыс. Осылай видеода көрсеткенімдей төсеп аласыздар. Келесі бізде баланың зәрін жинайтын жерге төсейтін пакет. Негізі көптеген балалар дүкендерінде бесікке арналған түбекке апаратын су өткізбейтін төсеніштер сатылады. Ал егер ол болмаса, мен сияқты қарапайым пакет қолдануға болады. Ұшын осылай біріктіріп, түбекке апаратын тесікке саламыз және бетін жайғастырып, зәр өткізбейтіндей етіп, ыңғайлы етіп төсейміз. Кейін бетіне мақталы матадан жасалған мата төсейміз. Мен ортасын әдейі шүмекке ыңғайлы болу үшін тесіп қойдым. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Сақтық ретінде бір жағынан балаға ыңғайсыз болмау үшін тағы да арнайы осындай екі кішкентай мата төсеймін. Бұл бірақ міндетті емес. Бір пеленканың өзі де жетеді, бірақ артық маталар болса және жууға ерінбесеңіз, мен сияқты артығымен төсеуге де болады. Ал егер үйіңіз ыстық болса, онда артық жаялықтарды төсеуге кеңес бермеймін. Жаялықтарын төсеп болғаннан кейін ортасына алдын ала дайындалған шүмегін саламыз. Айта кетейін, егер шүмек пластмассадан жасалған болса, онда тесігін баланың мүшесіне батпайтын етіп, мақтадан видеодағыдай орап шығамыз. Қазіргі шүмектер көбінесе пластмассадан, силиконнан жасалады. Бұрынғыдай сүйектен жасалмаған, сондықтан баланың мүшесіне батып кетуі мүмкін. Сол себепті осылай матадан, мақтадан осылай алдын ала дайындап алсақ болады. Сол кезде баланың мүшесіне батпайды. Мен баланы бесікке бөлер алдында үнемі алдымен шомылдырып аламын. Жалпы баланы бесікке күніне 1 рет 2 сағаттан асырмай жатқызамын. Баланы жақсылап шомылдырып алып, денесін майлап, массаж жасап, кіндігіне өңдеу жасап, алдын ала массаж арқылы ішіндегі газын шығарып аламын.
Кейін жұқа көйлегін кигізіп, Алланың атымен бесікке жатқызамын. Егер нәрестені бесікке бөлейтін болсаңыз, іші ауырып, іші желденген уақытта жатқызбаңыз. Бала сондай уақытта шалқадан жатса, жайсыздық, ауырсыну сезімі болады. Баланы бесікке жатқызған бойда бірден шүмегінің мүшесіне ыңғайлы етіп жақындатып қоямын және шүмек жылжып кетпес үшін, бір жағынан аяқ сүйектерінің өсуіне бесік кедергі келтірмес үшін, екі аяғының ортасына осылай аяғының өлшеміндей оралған жұмсақ мата қоямын. Менде бұл баланың ескі киімінен оралған. Енді баланың аяғынан бастап видеода көрсетілгендей ораймыз, бірақ аяғын қатты қысып байламаңыздар. Ол баланың ұршығына зиян келтіруі мүмкін. Қатты бос етіп те байласаңыздар, бала аяғын жинап алуы мүмкін. Сондықтан орташа байлаған дұрыс. Келесі кезекте біз баланың қолын ораймыз. Тура видеода көрсеткенімдей жаялықпен орағанда қолын жинап алмайтындай етіп ораймыз, ал бесіктің бауымен қатты байламау керек. Себебі кеудесін қысып жіберуіңіз мүмкін. Бала дұрыс тыныс алу үшін тек жаялықпен жақсылап ораған жеткілікті, ал бауын тек бала жан-жаққа сырғып кетпеу мақсатында байлаймыз. Егер балаңыз бесікте жылап кетсе, бесікте жатқан кезде емізіп алуға болады. Ол үшін видеода көрсеткенімдей қолыңызбен бесіктің үстінен құшақтап, балаға омырауыңызды жақындатып емізесіз. Бұл тек қажет жағдайда, ал егер бесікті тербеткенде бала жыламаса, онда асықпай бесіктен шыққаннан кейін емізесіз. Мінекей, дәл осылай баланы бесікке бөлеу оңай екенін көрсеттім. Сіздерге, әсіресе жас аналарға пайдалы болды деп ойлаймын. Ең басты кеңесім бесікті таза ұстаңыз. Бесік көптеген зиянкестерді келтіретін төсек. Оны үнемі адыраспанмен аластап, шаңын сүртіп, тазалап отыру керек. Білесіздер, ата-бабамыз зиянкестерден баланы қорғау мақсатында бесікті үнемі адыраспанмен аластап отырған. Бүгінгі пайдалы видеом сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Ал мен сіздермен әзірге қоштасамын. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін алғысым шексіз. Келесі видеоға дейін сау болыңыз.